Ассаламу алейкум баршаға. Бүгін бізде Priora автокөлігі. Бұл көлікте центр замок жасамай тұр. Яғни бұл жерден кілттеген кезде есіктер кілттенбейді. Тек қана бұл водительский есік кілттенеді. Содан кейін іштен де басқан кезде центр замок жасамайды. Стеклоподъемникте жасамайды. Және де айнасы да жасамайды. Енді осыны қазір көретін боламыз. Ең алдымен нені тексеру керек? Ең алдымен кез келген ремонт кезінде көліктің барлық предохранительдерін тексеріп алу керек. Енді предохранительді қалай тексереміз? Көп жағдайда адамдар предохранительді суырып, көзбен алып тексеріп жатады. Бірақ та дұрысында осылай контролькамен тексерген дұрыс. Контролькамен. Және де сіз нені тексересіз? Сол элементті қосып қойған дұрыс. Мысалы, сіз фардың предохранителін тексерсеңіз, фарды қосып қою керек. Пештің предохранителін тексерсеңіз, пешті де қосып қою керек. Қай элементті тексеру керек, сол элементті қосып қою керек. Мысалы, біздің жағдайда центр замок тексеру керек предохранительдерін. Мен кілтті ашып қойдым. Центр замок бар бізде, стеклоподъемник бар, соның барлығы тексеру үшін көп жағдайда мен жаңағыдай зажиганияны ашып қоямын. Енді барлығын тексеріп шығамын. Мына жерде плюс бар, сау деген сөз. Мынау сау деген сөз. Үшіншісі. Егер осындай мысалы тоқ болмаса, қызыл деген сөз, плюс келіп тұр деген сөз. Ал жасыл жанып тұрса, ол жерде тоқ жоқ деген сөз емес. Болмаса предохранитель жанып кетіп тұр деген сөз емес. Бұл предохранитель жауап беретін нәрсе қосылмай тұр деген сөз. Керек емес бізге плюстік предохранительдер керек. Барлығы сау. Мына жерде сау. Мынандай предохранительдерді ортасында тесік бар. Ортасына кіргізіп тексеру болады осылай. Тексеріп шығамын барлықтарын. Ортасын былай жүргіземін. Сау. Сау. Мына да сау. Үлкен предохранительді тексеріп шығайын. Бұл да сау. Астындағылар ешқандай плюс жоқ. Демек, барлық предохранительдер бізде сау деген сөз. Енді нені тексереміз? Біздер мына бөлікті ашып қазір. Екі саморез бар астында. Соны алып тексеретін боламыз. Мінекей мына штекерде дұрыстап қарасаңыз, қызыл және де қара проводтар бар. Бұл қызыл қара проводтар біздің плюс және минусымыз. Бұл жерде қызыл проводта плюс тұру керек, ал қара проводта минус тұру керек. Осы жерден қазір тексеріп аламын, бізге келіп тұр ма, питание келмей тұр ма. Минусты тексеріп қойын, астындағысын. Минус бар. Үсті бізде қызыл, асты қара. Минус бар. Қара проводта. Ал қызыл проводта бізде плюс жоқ екен. Демек, минус бар, плюс жоқ. Демек, бізге кнопкаларға, болмаса мына блокқа келіп тұрған плюс жоқ. Сондықтан барлығы жасамай тұр. Центр замокта, стеклоподъемник, терезелерде барлығы да жасамай тұр. Енді бізде предохранительдер барлығы сау. Барлығы сау. Демек, бір жерден үзік болу мүмкін деген сөз. Ол үзікті қайдан іздейміз? Ол есіктің ішінде болу мүмкін, яғни обшивканы шешіп қарау керек, болмаса мына арада болу мүмкін. Енді мен қай бөлікте екенін білу үшін, мысалы мына жерде бізде жыртық бар мінекей. Осындай бөліктерден үзік болу мүмкін. Енді мен қалай іздеймін? Мына бөліктен қазір мен іздеп аламын. Демек, мына жерге дейін келіп тұр ма? Келіп тұрған жоқ плюс. Егер мына жерде келіп тұрса, онда бізде үзік мына бөлікте деген сөз. Одан жұмысымды жеңілдету үшін бірінші, яғни обшивканы ашпай, шешпей, осы бөліктен қарап аламын, қазір плюс келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па. Сонда ары қарай белгілі болады. Мына достар, мына бөліктен есікке қарай кететін проводтар мінекей. Осы жерден біздің қызыл проводты тауып алдым. Қызыл проводты сәл ғана кесіп ашып алдым. Тексеру үшін. Енді тексереміз. Плюс бізде бар ма жоқ па. Плюс бізге мына жерге
келіп тұрған жоқ. Мына жерде штекер бар. Штекер. Енді штекердің ар жағынан төмен жақ бөлігінен қарау керек, тексеру керек, плюс келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па. Көбінесе осы жер окисление алып кетеді. Соны тексеретін боламыз. Енді штекердің қазір төмен жақ бөлігін қарап жатырмын. Біздің тексерген мана үстіңгі бөлігі. Қызыл провод тексердік, плюс жоқ. Енді осының дәл астыңғы бөлігін тексергенін кемінен ашып қойдым. Мәселен қазір тексеріп аламын. Контрольканы бір тексеріп алайын. Жұмыс істеп тұр ма? Істеп тұр. Мына жерден қарайтын боламыз. Мына жерде де бізде плюс келіп тұрған жоқ. Демек, проблема біздің көліктің ішкі бөлігінде. Яғни ескі жақта емес, көліктің ішкі бөлігінен мынау ескі жаққа кететін жгут, каса, мынау көліктің ішкі жағынан келетін. Осыған бізге плюс келмей тұр. Яғни проблема мына бөлікте, көліктің ішкі жағында. Енді осыны тексереміз. Қайда кеткен, плюс қайда жоғалып кеткен тексеретін боламыз. Достар, проводты дұрыстап қарасақ, біздің проводымыз қай жаққа кететінін қарап аламыз бірінші. Біздің проводымыз төменгі жаққа кеткен екен. Осы жгут бойынша кете берген. Және де мен мына жерде мынандай бір нәрсені байқап тұрмын. Мына жерде біздің қызыл проводымыз мына бөліктен көрініп тұр ма? Түрлі бір үзілген сияқты окисление болып тұр. Мына жерде біздің қызыл проводымыз үзілген болып көрініп тұр. Окисление берген. Сол жерден контакт жоғалуы мүмкін. Қазір осы жерді тексеріп көреміз. Мына жер үзілген ғой, яғни үзілген. Осы жерден қазір тексеріп қараймыз. Мінекей достар, жаңа айтқандай, біздің проводтың үзік жері табылды. Мына жерді тексердік. Шамалы плюс келіп тұр. Себебі бұл жерде провод үзіліп, окисление берген. Бұл жерден тоқ өте алмайды. Сондықтан осы жерді дұрыстап жалғау керек болады. Қазір бұның орнын, проводын қиып, шіріген жерін орнына дұрыстап жалғап қоямыз. Міне достар, жаңа біздің үзілген провод мінекей. Осы жерде қазір тексеріп аламын. Плюс келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па? Плюс келіп тұр міне. Қазір былай көрсетіп жіберейін. Плюс келіп тұр. Жаңа біздің үзілген жеріміз қиып тастап тексеріп жатырмын. Осыны мына жерде де, мына бөлікті қиып тастап дұрыстап жалғау керек. Мінекей достар, проводты жалғап, изолентілеп қойдым. Енді қазір мына бөліктен бізде штекерден кейін ашық тұрған жер бар ғой бізде. Осы жерде тексеріп алу керек. Плюс келді ма, келген жоқ па? Так. Плюсіміз қайда келді ма? Плюсіміз келді. Плюсіміз келді. Осында ашық жерді кейін изолентілеп тастау керек. Үстіңгі бөлігінде, астыңғы бөлігінде. Енді мына бөліктен қарап жүрейік. Плюс келді ма? Мұса тағы да үзік бар ма? Минус, плюс. Плюс, минус. Енді кнопкамызды саламыз. Кнопканы салып, қазір тексеру керек. Центр замок бізде істеді. Енді стеклоподъемникті тексеріп алайық. Ол үшін кілтті ашып аламыз. Кілтті аштым. Тереземіз істеп тұр. Мына жақ бөлігі де істеп тұр. Айналарын бір тексеріп жіберейік. Сол жақ айнаны. Жағаға, жанға.
барлығы да істеп тұр. Ар жақ бөлігі де істеп тұру керек. Төменге басам, жоғарыға басам, оңға басам, солға басам. Альхамдулилля, барлығы істеді. Демек бізде проблемамыз кнопкаға питание болған жоқ. Мінекей мына жерде свет де жанып тұр. Питание болған жоқ. Ол питаниеміз біздің, яғни плюстік питание. Мына жақтан бөліп, мына аяқ астынан үзілген жер табылды. Енді центр замокты қазір кілтпен тексеріп көрейік. Жасайды ма екен? Ол үшін есікті жабамыз. Бізде пульт жасамайды. Ешқандай қызыл свет ештеңе жанбай тұр. Кілтпен тексеріп көрейік. Барлығы істеп тұр. Енді қазір мына бөлікті, мына жер кішкене ашық тұр ғой, мінекей. Осыны изолентіге орап, мына бөлігінде орап, аяқ асты болғасын, қажалып, үзіліп қалмас үшін түгелде осы әдемілеп қазір орап қоятын боламыз. Және де достар, мына жерде тағы да байқап тұрмын, есіктің консейгі бар. Есікті ашқан кезде есіктің ашқанын көретін кнопкамыз біздің. Бұл жерде саморез жоқ екен. Яғни, мысалы, жарықты есік ашқанда қосылатында тұр қазір. Мінекей. Қазір қосып тұр, бұлай өшіп тұрады. Бұлай есік ашқанда қосылатын батырмамыз. Енді бізде есік ашық тұр ғой. Есік ашық тұр, бірақ бізде жарық жанбайды. Жарық жанбайды. Себебі мына жерде қазір бізде ешқандай саморез бұралып тұрған жоқ. Яғни кузовқа тиіп тұрған жоқ. Осыны қазір кузовқа тегізсек, біздің жарығымыз жану керек. Қазір тегізіп көреміз. Мінекей тегіздім. Сондықтан мына жерде де мұқият болу керек. Себебі мына жерде бір провод бар, мінекей провод. Міне есікті жапқан кезде кнопканы басылады да, біздің провод тұрған контакт, мына контакттан, кузовта тұрған контакттан алыстап кетеді. Сол кезде біздің жарығымыз өшеді. Ал егер есікті ашқан уақытта кнопкамыз мінекей ашылып, екі контакт бір-біріне тиеді. Ол минусты мына кузовтан алады. Демек, біздің консейгіміз, кнопкамыз кузовта бекітіліп тұру керек. Сол үшін мына жерге бір саморез бұрап жібереміз. Сол кезде біздің жарығымыз істейтін болады есік ашқан кезде. Саморезбен бекітіп қойдым. Біздің жарығымыз жанып тұр. Енді қазір қолмен басып есікті жапқанын білдіретін болсақ, біздің жарығымыз біртіндеп сөну керек. Кейбір көліктерде бірден сөнеді, кейбір көліктерде біртіндеп жайлап сөнеді. Мінекей сөнді. Енді қазір қолымды жіберіп қалам, сонда жану керек. Яғни есік ашқандай болам. Мінекей осылай бір проводтың үзігімен бізде бірнеше элементтер жұмыс істеді. Яғни ол центр замок, стеклоподъемник және біздің айнаның регулировкасы. Және де қосымша біз есіктің консейгін істеп жіберген болатынбыз. Мінекей осылай каналға жазылып, комментарий жазып кетіңіздер.